Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауған қазанында дайындалатын өте керемет тамақ дайындаймыз. Ол үшін бізге ет қажет болады. Мен қойдың қабырғасы менен қойдың етін және сиырдың етін араластырып жасайтын боламын. Неғұрлым ет майлы болса, тамағымыз соғұрлым дәмді болады. Алдын ала барлық ингредиенттерді өстіп дайындап аламыз. Міне біздің ауған қазанымыз. Қазанымызға 100 мл күнбағыс майын құям. Егерде етіңіз қатты майлы емес болса, майды одан да көбірек құйыңыздар. Енді осының үстіне жаңағы еттерімізді салам. Мен майлы жағын төмен қаратып, бірінші қабырғаларды салып алам. Ең майлыларын ең астына жіберем. Одан кейін пиязымызды салам. Арасында әр қабатты аз-аздан тұздап отырам. Егер еттеріңіз тұздалған ет болса, тұзды абайлап қосыңыздар. Тұзды әдеттегіден сәл азырақ қосуға тырысыңыздар. Осылайынан қалған қабаттарымызды салып тұздап отырамыз. Бетіне тағы да пиязымызды, сәбізімізді және картобымызды салып, тағы да кішкене тұздап шығамыз. Бұндағы ең басты талап біздің қазанымыздың 3/1 бөлігі бос болу керек, яғни қазанымызды соңына дейін толтыруға болмайды. Енді қазанның қақпағын жабамыз. Қақпағын жапқан кезде мынандай резинасын салуды ұмытпаңыздар. Мінекей қазанның қақпағын жауып, екі жақ ілмегін ілгеннен кейін бұрандасын бұрап жақсылап жабамыз да қатты отқа қоямыз. Шамамен 15-20 минут өткеннен кейін қазанымыздың клапанынан бу шығып ысылдаған кезде баяу отқа қойып 1 сағат пісіреміз. Мінекей 1 сағатымыз өтті, енді отымызды өшіреміз. Енді тағы да бір екінші талап, қазанның қақпағын бірден ашуға болмайды. Бұлайынан шанышқылардың көмегімен клапандардан ауасын шығарамыз. Яғни бізде ауамыз толығымен шығып кету керек. Әбден барлығы шығып болғаннан кейін ғана қақпағымызды ашамыз. Ауасын шығармай жатып ашуға болмайды, атылып кетуі мүмкін. Мінекей осымен тамағымыз дайын болды. Еті деген сондай жұмсақ, ауызда ериді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, сүйегінен ажырап жатыр, өте жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Ауған қазаны болса, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін де баса жүріңіздер. Алда әлі талай қызықты рецепттер болады, соларды жіберіп алмаңыздар.